Мен Амандық Нұржан, осы Жалағаш ауданының тұрғыны, жасым 24-те. Мен осы жаса жобасы жайында естіп, алғаш яғни қоғамға қызмет көрсету бағытында грант болып жатқан, яғни сол қаржыға өзінің ауданыңа, ауылыңа пайда тигізетінін естігеннен кейін мен өзім жоба жазған болатынмын, яғни Болат Алтынбаев көшесіне қоқыс жәшіктерін орнату деген. Яғни оның сметасын барлығын жазып, жаса жобасына мен өтінім берген тұрмын. Сол өтінімнің ішінде үздік 100 жоба Қазақстан бойынша Жалағаш ауданынан 2 жоба енді, оның бірі Қаракеткен ауылы болса, бірі Болат Алтынбаев көшесіне қоқыс жәшіктерін орнату болатындығын. Яғни бүгін біз бастадық жұмысымызды. Жастар жылы аясында өзіміздің қоғамға пайдамызды тигізіп, қоқыс жәшіктерін орнаттық. Жастар жылы аясында осындай жобалар өз бастауын таба берсін. Біз жастар қоғамға қызмет етуге әрқашан дайынбыз. Енді далаға мусор тастамай, сол жәшікке салатын болды, халық көшеміз таза болатын болды. Келешекте жастарға рахмет айтамыз, осындай бастаңғы жасай берулеріне. Жастар жылы, жастар аман болсын, жастардың жолдары ашық болсын, әрқашанда бақытты болсын, бала-шағалары аман болсын. Осылардың арқасында бізде жақсы болып көркейе берейік, Жалағашымыз жақсы көркейсін, еліміз аман болсын, отанымызға бейбітшілік әкелсін. Жарқылдай бер Жалағашым.